Қайырлы күн YouTube арнамның оқырмандары. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті асым вареники с мясом деп аталатын ыстық ас мәзірін ұсынамын. Бұл тағамды жылқы я болмаса сиыр етінен жасауға болады. Ең алдымен етімізді жуып, тазалап, турап алып, ысып тұрған қазанда өзінің суы шыққанша бұқтырып пісірамыз. Етіміз біраз бұқтырылғаннан кейін, яғни өзінің суын береді. Сол суы тартылғанша тағы да әрі қарай бұқтырамыз. Етіміздің суы тартылғаннан кейін, оның үстіне өсімдік майын және де туралған пиязымызды қосып, жақсылап ары қарай қуырамыз. Арасында жақсылап араластырып тұрамыз. Осы пиязымыз жақсылап қызарғанша қуырылғаннан кейін үстіне дәміне қарай соя тұздығын қосамыз. Сол соя тұздығында етімізді жақсылап ары қарай қуырамыз. Етіміз 3-5 минуттай қуырылғаннан кейін оның үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып, сәл қуырып аламыз. Одан кейін үстіне су құйып, қайнағанша орташа отта ары қарай қайнатамыз. Содан кейін, қайнағаннан кейін астын азайтып, 1,5-2 сағаттай етіміз жұмсарғанша пісіреміз. Ендігі кезекте етіміз піскенше вареникіміздің салмасын жасаймыз. Ол үшін қайнап піскен картофелімізді езіп, осындай пюре жасаймыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Салмамыз дайын, енді қамырын дайындаймыз. Қамырын манты және тұшпараныкідей илеп жаямыз. Қамырымызды жайғаннан кейін оны өзімізге ыңғайлы формада кесеміз. Өзіме тез әрі жеңіл болу үшін 4 бұрыш қып кестім. Енді осы қамырымызға салмамызды салып, вареники жасаймыз. Жасап болған вареникиларымызды мантаваркада 15 минуттай булап пісірамыз. Енді чесноктың бір тісін ұсақтап алып, оны етімізге салып 5 минуттай бұқтырамыз. 5 минуттан кейін отымызды өшіріп қоямыз, етіміз дайын. Енді соусымызды әзірлесек, қаймаққа сатылған чесногымызды қосып араластырамыз. Болды, соусымыз дайын. Дайын болған вареникіміздің үстіне етімізді, содан кейін соусымызды құйып, ұсына берсек болады. Еті өте жұп-жұмсақ болып піскен, дәмі де, иісі де ерекше, жаңағы тұздығымыз да жақсы үйлескен тағамның бірі деп ойлаймын. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Шынымен де өте дәмді болып піседі. Сау болыңыздар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.